Сәлем достар, барлықтарыңызға. Мен Бұлбұл Ізтілеу, таргетологпын. Өз каналымда таргетке қатысты құнды ақпараттарды тегін бөлісетін боламын. Мені жоғалтып қалмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге клиентті жоғарғы чекке қалай жабамыз? Көбісі осылай өз услугаларын таргетологтар қымбатқа жаба алмайды. Мен сіздерге өзіндік сөйлесу этаптарымен түсіндіретін боламын. Сол бойынша сөйлесіп клиентті кемі 50 мыңнан жоғарғы чекке жаба алатын боласыз. Ең алдымен клиент бізге заявка қалдырды. Мысалы, сіз адамдарға рассылка тараттыңыз, белгілі бір әйтеуір клиент сізге жазды, таргет жасатқысы келіп. Бірақ сіз не айту керек екенін білмейсіз, өз-өзіңізге сенімсізсіз. Бұл кезде мүмкін сіз телефонмен сөйлесерсіз, WhatsApp'та сөйлесерсіз. Ең алдымен бұл сәлемдесу. Яғни клиентпен дауысымызды шығарып, бірден не үшін хабарласып тұрғанымызды айтамыз. Мәселен, саламатсыз ба, мен Бұлбұл, таргетолог, сіз маған заявка қалдырған екенсіз, дұрыс па, бизнесіңіз қандай? Міне мен осылай бастап сөйлесемін. Дәл солай сізде осылай сөйлесетін боласыз. Әрі қарай келесі сұрағымыз, таргет жасатып көрдіңіз бе? Яғни клиенттің бизнесіне деген қызығушылықты танытып, барлығын сұраймыз. Бұрын таргет жасатқан болса, қандай нәтиже алған, қанша бюджет қойған, ол кезде қандай нәтижеге жеткенін, соның барлығын сұрайтын боламыз, және таргеті қанша уақыт жүргенін, осының барлығын сұраймыз. Әрі қарай сізде орташа чек қанша, күніне қанша теңгеге продажа жасайсыз? Яғни осындай сұрақтар қоямыз. Таргетсіз, яғни таргетсіз қазіргі таңдағы ол кісінің продажасы қанша? Және орташа чегі қанша, осыны сұрап аламыз. Яғни осы жерде уже клиенттің қанша табатынын примерно уже біле берсеңіз болады, бизнесіне баға беруіңізге болады. Клиенттің жауабы үнемі я болатындай сұрақтар қоя отыруыңыз қажет. Яғни үнемі клиенттің я деген жауабын аласыз. Бұл жерде келесі өзіміз жұмысымызбен толық таныстырамыз. Келесі бұл жерде бірақ детальды толық айтып шығу қажет. Яғни басы аяғы емес, ең бірінші не жұмыс жасайсыз, соның барлығын рет-ретімен айтасыз. Мен сізге бриф жіберемін, клиент аватарын құрамын, конкуренттеріңізді зерттеймін, стратегия, воронка құрамын, анализ жасаймын, макеттерін қарап бере аламын, креативтерді өзім жасаймын деген секілді. Осының барлығын айтасыз, және бір керемет бонус беремін десеңіз, клиенттер міндетті түрде сізге жоқ деп айтпайды. Яғни аккаунтыңыздың шапкасын, актуальный стористерін жасап беремін, я болмаса логотип құрып беремін деген секілді, соның барлығын бонус ретінде тегін жасап беремін сізге десеңіз, клиент ол нәрсеге қарсылық танытпайтын болады. Одан кейінгі таргет барысында бір айдан кейінгі результатын көз алдына келтіресіз. Яғни мысалға ол клиент қазіргі таңда күніне кемі 5-ақ продажа жасап жүрсе, сіз таргетке ақша жұмсамай, ал таргетке ақша жұмсағаннан кейін күніне мысалға жоқ дегенде $5-8 қою арқылы сіз өз бизнесіңізді, яғни күнделікті продажаңызды 2 есеге, 3 есеге көтеруге мүмкіндігіңіз бар. Бұл яғни бір айдан кейінгі сіз көретін нәтиже. Осылай айтамыз, яғни нақты схемамен қалай өсірмекшіміз, соны түсіндіреміз. Не жасаймыз, қай целмен шығарамыз, қай жаққа келеді клиенттер, осының барлығын түсіндіріп айтатын боламыз. Нақты айтсаңыз схемамен, клиент ол кезде міндетті түрде сізге я дейтін болады. Келесі ценасын айту, бұл жұмысымыздың барлық құндылықтарын атап көрсеткеннен соң, қаншалықты көп жұмысты мойнымызға алатынымызды, өзінің продажасының қалай артатынын клиент түсіне бастайды. Яғни бұл таргетологтың да жұмысы оңай емес екенін, бұл кісінің да бірнеше жұмыс этаптарынан жасалатынын, яғни сізге жоқ демейтіндей сіздің жасайтын жұмыстарыңызды клиент білуі қажет. Сізге сенім артуы қажет. Осы жерде өзіміздің бағамызды айтамыз. Мысалы, сіз енді бастап жатсаңыз, бір айға 50 мың теңгеге жасайық, бір айда сонша результатқа жетесіз, мынандай жұмыстар жасаймын деп бастайсыз. Әрі қарай ең соңында возражение болады, яғни клиент ойланып көрейін, ақшам жоқ, әзір товарым аз, я болмаса әйеліммен ақылдасайын, жолдасыммен ақылдасайын деген секілді түрлі сылтаулар кетеді. Бұл жерде осы кезде нақты жауап, мысалы мен былай жауап беремін, сіздің бизнесте мықты табыстар жасауға болады. Мен уже қанша клиентпен жұмыс жасадым,
ойланайын деген клиент почти жоқ десеңіз, яғни сізге клиент міндетті түрде келісетін болады. Бұл жерде қаншама клиентпен жұмыс жасап, олар мұншадан мұнша результатқа жеткен, оның парақшасы мынандай болған, мынандай подписчик жинаған деген секілді, яғни қарсылықтармен қоса жұмыс жасасаңыз, міндетті түрде клиент келісетін болады. Дәл солай сіз өзіңіздің реквизитіңізді жіберіп, услугаңызды алып, жұмысты бастап кетсеңіз болады. Жалпы сіздерге бүгінгі ақпаратым түсінікті болды деп ойлаймын. Ең нақты мен қолданған техникалар осы этапта мен жұмыс жасаған болатын. Сіз де дәл солай жұмыс жасасаңыз, міндетті түрде өзіңізді жоғарғы чекке жабатын боласыз. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта да әлі де пайдалы ақпараттарды сіздерге бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.